Қайырлы күн, құрметті маңғыстаулықтар. 11-13 тамыз 2023 жылдың аралығында жылу электростанцияның нөмір 1, нөмір 3 блоктарын істе шығуына байланысты қазіргі таңда Маңғыстау облысында 300 мегаватт электр қуатына шектеулер енгізілді. Сол себептен бүгінгі күні толықтай мұнай компанияларына тоқ беруден шектеуі бар. Одан басқа қосымша елді мекендерге қазіргі жетіспейтін 40 мегаваттай шамамен электр энергия елді мекендерге шектеулер енгізіліп басталып жатыр. Бұдан басқа атап өтетін болсақ, әлеуметтік нысандар, сумен қамтамасыз ететін нысандар толықтай электр энергиямен қамтылып отыр. Су жағынан шектеу жоқ. Қазіргі шектеу барлық елді мекендерге біз қарастырып отыр. Тұрғындарға ертең күннен бастап бір күн бұрын осы қандай елді мекендер шалғай ауылдары болсын толықтай кестесі болады. Қай мезгілде? Біздер, мана мен өзім сөзімді айтып кеткен болатын, 3 сағаттан 5 сағатқа дейін деп отыр шектеу. Біздің жоспарымыз бойынша МАЭК аптаның соңында өзінің 3-ші блокты іске қосуды жоспарлап отыр. Егер де толықтай режимге шығып аптаның соңында, онда шектеулердің бәрі толықтай алынады. Енді қалаға келетін болсақ, онда да кешегі түнде осы штабтың отырысы болды. Сол жерде де біздер барлығы оны түсінеміз. Бұл шектеу соның ішінде астында тұрған насостары бар, үйде сумен қамтамасыз ететін лифтлер бар. Енді уақытша сонда шектеулер болады. Біздер осындай жағдайды болдырмау үшін жұмыс атқарып жатыр. Мені МАЭК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері күні-түні осындай жағдайды болдырмау үшін қызмет етіп жатыр. Енді бірақ қазіргі мына апат жағдай болғаннан кейін тез уақытта осы манағы апатты жағдайды жоюда қазір жұмысты жасап жатыр. Бұл дейтін көптеген неден тұратын мәселе. Егер де мен айттым, осы желтоқсан айында егер де Атыраудан келетін манағы желіні ауыстырып, егер де толықтай қазір 50 мегаваттан өзінің өтетін мүмкіншілігін кеңейтіп 200 мегаваттқа дейін кеңейтілетін болса, мысалы, біздер мана айтып кеткендегідей толықтай бір блокты өзінің күрделі жөндеуге уақытымен тоқтатып, тиісті шараны алуға мүмкіншілік береді. Бірақ біздер енді өкінішке орай сол желтоқсан айын күтуге мәжбүр боламыз. Жергілікті бюджеттен осы МАЭКке 2,6 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Сосын үкімет басшысы осы мәселені қарастырып, біздер енді үкімет басшысына, үкіметке де ризашылығымызды білдіреміз, 4,9 миллиард бөлінген болатын резервтен. Бұл ең тозығы жеткен қондырғыларды алуға. Кейбір, мысалы, манағы айтқан насостар бар, Кеңес одағынан бері 83-84 жылдан бері тұрған. Сол қондырғыларды алып, ауыстыруға. Қазір оған дейтін тиісті жұмыстар атқарып жатыр. Біздер дейтін желтоқсан айына дейін сол қаражатқа сол қондырғыларды алып, орнына қойымыз керек. Ол тек ауызсуға демек? Жоқ, бұл тоқ жөнінде. Енді ауызсуға келетін болсақ, қосымша біздерге үкімет басшысы болғанда мына Каспий тұщыту заводына 1,1 миллиард қаражат бөлінген. Ол қазан айының басында толықтай іске қосылады. Қуаты 20 мыңнан 40 мыңға өседі.